жасабайды айтқан кезде. Сіз көп байқайсыз ба? Еркектерді мысалы үшін гостиницаға апармайсыз ғой көбінесе. Әйел адамдар бар. Такси мысалы үшін мына жерден түсіп қаласыз, мына жерден түсіп қаласыз да. Ал ондай кісілер тура алдына дейін барады да отырады жан-жағына қарап түспейді. Сосын барып уже көз жетеді, ешкім жоқ, танысы жоқ, сосын барып жүгіреді. Менталитетте в целом әйелдерге несправедливо қарайтынына ше. Еркектерге бәрі болады. Әйелдерге. Осы мысалыға да менің айналамда 100 еркек 100 әйел болса, бір әйелді көрген жоқпын. Ладно, бір әйел көрген шығарып сондай нәрсе жасаған. Но қанша еркек болса, сонша еркек көрдім, ол әйеліне измена жасаған. И они в этом признаются и еще гордятся этим. Типа, еркек қыз ғой деп. Вот сондай еркектердің де, сондай әйелдердің де зинақор ғой, дұрыс па? Аяқтары, қолдары сынып қалсын. Заслужили они это. Бізде еркектер бәрі андай ғой. Шариғатта әйелдерге қатысты нәрсені ғана жаттап алады. Әйелдер бүйту керек деп. Өздерінің міндеттері мен обязанностьтері миллион екенінде шаруалар жоқ.